Міне, бұл біздің осылай мектебіміз. Маған қатты ұнады. Рахмет сендерге. Оқасы жоқ. Енді бірге біз басқа жаққа барайық. Балалар жеп кетпеңдер ме? Апай біздің қатты қарымыз аш емес. Енді ғана бірінші сабақ бітті ғой. Екінші сабақтан кейін келеріміз. Жақсы балалар. Сендер де көп отырмай үйге сыныпқа барсаңдаршы. Ой, тұра береді екен бұл да. Маған қарамаңдар вообще. Жарайды, онда жүріңдер, кеттік сыныпқа дегендей. Ладно. Отырайық. Онда келесі сабаққа дайындалайық. Қазір қандай сабақ? Қазір ма? Қазір Қазақстан тарихы. Ой, мен ең жек көретін сабақтардың бірі. Тарих па? Ой, біздің апай тарихтан енді біздің ағай береді, енді кәрі десеміз болады, енді біртүрлі ағай. Туй, сен неге апайдың қасына отырасың, апайдың алдына? Ой, білмеймін, маған солайын айтшы шамалы. Оның просто көз шамалы көрмейді дегенде, ана зрениесі жаманда. Ол очки таққысы келмейді, сондықтан ол алдыға отырады. Кешірім сұраймын. Не жайлы әңгімесіңдер? Жайып просто айтып жатқанмын. Бүгін айтпақшы, мына қағазға сен толтырып бер. Бұл не тағы? Сондай сыныптың несі ғой, ережесі. Жақсы. Соны мен толтырып бер. Легко, аты жөнім, жолым болды. Жарайды. Мына жерге қоя сал. Сынып жетекшіміз өзі алып кетеді. Жарайды. Қоңырау соғылды. Бірау жүр кеттік. Жарайды. Не істеп тұрсың, босаш, қоңырау соғылды ғой. Ой, кетіңдер шпар. Жарайды. Әлі апай келмеген ба? Жоқ, келмейді, әлі тез отырып алыңдар. Жақсы. Қалайсың? Сәлем. Не болды? Тұрып қалдыңдар ғой чөта. Қыздың алдынан кетіңдерші. Ой, танысып жатырмыз. Атың кім болады? Менің атым ба? Сенің атың. Менің атым Айым. Танысқаныма қуаныштымын. Отыра берейік. Менің атым Жасұлан. Менің атым Мақсат. Сендерді таныстырған. Отырайыншы. Так, апай әлі жоқ қой чөті. Қаз кеп қалар. Келдім. Чөті тишина, наукым дағы. Көзім чөті көрмей жатыр. Салматсыз ба, менің атым Ая, мен сыныпқа жаңадан келгедім. Ана суыңды салып қой. Жарайды апай. Ой, мені салып тастайын, елеме жеп тастайын. Сабақтың үстінде ешқандай тамақ. Онда кітаптарыңды алыңдар. Кітаптарыңды алып оқыңдар. Бүгін бізде сендерге түргеш қағанатын үйрететін боламын. Тақтаға қараңдар. Түргеш қағанаты осындай жылдары құрылған. Түсініңдер ғой, көрдіңдер ма, олар қай жерді мекендеп жатқан. Әдейі сендерге осындай интерактивный доскадан қосып отырмын, чтобы всегда знать етуге. Ағай біртүрлі екен енді. Сондайлығы бар. Қоңырау соғылды. Қоңырау соғылды, тұрақшы. Қайда кетіп бара жатырсың? Отыр, Ая, отыр, аузың жоқ. Жарайды. Жарайды, отырайын, ағай, кешіріңіз. Енді мінде қайталанбағансың. Менің ережелерімді үйретпегенсіңдер ме оларға? Апай, ағай, енді айтамыз. Болыңдар, мен кеттім. Қандай ереже ол тағы? Ой, ол ереженің ұзақ. Себебі
бірінші ағайдан бұрын тұруға болмайды, бірінші сыныптан ағайдан бұрын шығуға болмайды, ағайдан бұрын сөйлеуге болмайды, ағай рұқсат бермесе, ешнәрсе істеуге болмайды сондай. Ағай вообще странный екен. Енді үйреніп кетесің осында странныйға. Ладно, жарайды, онда біз кітап жауып қойып қояған. Шашып кетті, мен уже екінші сабақ енді бітті. Онда давайте асханаға барайық екеуміз. Еще бүгін Зарина сабаққа қатысқан жоқ. Ал ағай оны сұраған жоқ. Ол сұраған жоқ. Нечестно, ол сұраған жоқ. Зарина солай келмей қала ма не? Ой, ол сондай. Ол сондай. Келмей қала салады, келгісемей қалса. Әшейінде сұрап қалатын еді, бүгін білмеймін ғой, сұрап қалған жоқ. Ладно, біз асханаға кеттік. Ладно, біз онда бірге тоже асханаға барайық. Сен не істеп отырсың, не сабаққа қатыспайсың, не вообще қандай адамсың? Мен өзім білем. Ағай мені сұрады ма? Давай пранк будем сделать. Давай. Я сұрады. Что вы сказали тогда? Біз оған қашып сабақтан жүр деп айтамыз. Айттық, да? Я дей сал. Сендерге сенім жоқ. Мен новенькийді сұраймын. Новенький хоть мен алдамайтын шығар, енді ұялып. Новенький перкеш, ау. Точно сөйтіп айтты ма? Сөйтіп айттық. Ой, неге айтасыңдар? Ладно, біз кеттік. Бізге барлығымызға бургер. Ладно, жарайды, өзім апарып берем. Мандар, любой трое. Любой трапай. Сіздің берген барлық пиццаларыңызды мы будем. Қуана жейміз сіздің нелеріңізді. Ой. Болды, жеп алыңдар, аз болсын. Рахмет. Жеге отырайыншы. Дәмді ғой апай. Сендерге насыл болды балалар. Тәттісінен надан артық тәтті нәрсе бар ма? Ладно, жүрек ұш қоңырау болды, біз келіп. Рахмет апай, рахмет. Сау болыңдар балалар. Тағы 3-4 сабақтан кейін келсеңдер болады. Апай. Ау, не болды? 1-2. Достар, если что, бұл оның сынып жетекшісі. Қайтан, 1-2. Апай, мен қатып басым ауырып тұр. Бағана сау жүрдің ғой? Білмеймін. Что-то қатты ауырып тұрған сияқтымын. Ладно, қайта берші. Рахмет апай, мен кеттім апай. Ау, ағай не болды? Тұрыңдар сол жерге. Отыра берейік. Отырыңдар. Сендерге шұғыл нәрсем бар. Не шұғыл сонша? Ана жерге отыршы, сен қызыр, сені ұрып жүрмесін. Ладно. Тұрсыңдар ма балалар? Апай. Кім жазған мана? Солғай сол сендерден сұраймын. Кім? Қазір тез жауап бермесеңдер, тұрғызып қоям. Если мойындасаңдар, өте жеңіл жаза қолданам. Айтыңдар бол тез. Ағай, біз емес. Ағай, сен кімсің тағы? Мен новенький қызбын, атым Ая. Мүмкін сен шығарсың новенький болып алып. Өткен болсам да сыныптың бұндай нәрсесі жоқ еді. Жоқ. Ағай жоқ, себебі оның қасында біз күні бойы жүрдік. Так, кім енді, сен шығарсың мақсат? Жоқ, ағай. Ағай, мен ондай істейтін балаға ұқсамаймын ғой. Сен шығарсың.
Дана? Жоқ, ағай, мен не үшін істеймін? Бір, екі, үш. Не үшін істеймін мен вообще? Артқа отырайынға. Ағай, маған сенбейсіз ба? Сенем ғой? Сен шығарсың онда Руслан. Мен емес, ағай деймін. Тұрыңдар онда. Ешкім мойындамай ма? Мойындағанша тұрып тұрасыңдар. Бір мойындайсаңдар, кім істеді? Вообще-то Зарина нақта жоқ, что-то Зарина зақты, я. Так, ол? Неғып тұр? Аға, не үшін тұрғыз қойыңыздар бұларды? Бұлар нақтаны қарасаңшы. Мал. Кто написала, кім жазды бұны? Кім демейсіңдерге, балалар? Білмейміз, апай. Апай бұны Зарина жазған шығар. Зарина ауырып қалғаны кетіп қалған. Апай қай сабақта? Осы қоңырауда кетіп қалды. Онда сол жазып кетіп қалған шығар. Біз вообще жазған жоқпыз, айтыңдаршы. Апай. Даже камера ведь жіздейсіз. Камерадан қарақта, давайте. Камера есть? Бар ғой камера. Жоқ емес. Енді Зарина кетіп қалды, ағай, тұрғыза беріңізші, өздері айтар. Айтпаса, білмеймін енді. Камера мен не сможем, да? Біз просто сможете ете алмаймыз, да? Ладно, апай, ағай тұрғыза беріңіз оларда. Мен өзім барып келе салам. Камераны көруге. Тұрыңдар осылай сабақ өтеміз болды. Осымен біздің сыныптастар сериалы аяқталды. Енді қандай сериалы түсірейін, просто менде вообще не миым болып жатқан жоқ, қандай видео еще монтаждап салуға, вообще желание болып жатқан жоқ, не идей нету, ничего нету, короче. Оны сіздер көре саласыздар. Пока-пока.